Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ ет арнасының көрермендері. Қалдарыңыз қалай? Дендеріңіз сау ма? Мал жандарыңыз, бала шағаларыңыз аман есен бе? Сіздерге бір кішігірім обзор түсіре кетейін деп. Бұл менің ауылым. Біз осы ауылда мал ұстап жатырмыз. Бұл ауыл Құттыбай деген ауыл. Ауылым алтын бесігім дейді ғой. Сол бір түсіре кетейін, сіздерге көрсетейін деп. Міне күнде батып бара жатыр. Бұл ауылда небәрі үш үй. Негізі үйлер бар ғой, бірақ 3 адам, 3 отбасы үй тұрады. Үшіншісі біз болып келдік. Осындай ауылдар қаңырап, құлап жатыр. Былай қарасаңыздар, интернет жоқ, связь жоқ. Көбісі көшіп кеткен. Мектеп жоқ. Хотя бы 9 жылдық мектеп болғанда адамдар тұрушы еді. Міне осындай кең байтақ қазақ даласының қаңырап жатқан ауылы десек те болады. Осы ауылда бұрын қаншама адамдар тұрған, қаншама отбасылар тұрған, көрдіңіздер ме? Ал қазір ешкім жоқ, бәрі көшіп кеткен. Осындай ауылдар көтерілсін деген азаматтар болса, комментарияға жазыңыздар. Әр азамат өз ауылын көтеруге міндетті ғой негізі. Сондықтан шама келгенше әр ауылымызды көтеруге тырысайық. Міне осы ауылда мал бағып жатырық. Осы ауылда өстік. Енді осы ауылда бала күнімізде өстік, бірақ мектепті бұл жақта оқыған жоқпыз. 2-ші сыныпқа дейін оқыдық, содан кейін көрші ауылға кеттік десек те болады. Ол ауыл үлкен станция. Сол жақта оқып мектеп бітірдік. Бірақ бұл ауыл қаңырап қалды. Осы ауылда шіркін мектеп болып, азаматтар көп болса, интернет связь қойса, қандай керемет ауыл. Ауасы қандай тамаша. Мал ұстаймын деген азаматтарға самыраз арналған. Бірақ көріп отырсыздар, енді сотка дұрыс бере алмайды, бірақ таулы қырлы жерлер көп. Мал бір тау асып кетсе жоғалып кетуі мүмкін, сондықтан әр малдың артынан қарап жүрген абзал дұрыс болады. Енді бұдан кейін де видеолар түсірем деген ойдамын осы ауыл туралы. Бұл кішігірім ауыл. Осы ауылда мал ұстап, малмен айналысып жатқан азаматтарымыз. Қандай керемет, әдемі көрініс. Міне қараған гүлдеп жатыр. Қандай әдемі, ауасы қандай таза. Күнде қызарып батып бара жатыр. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Лүпіл басып каналға тіркеліңіздер. Мені бірінші көріп жатқан адамдар, менің каналымдағы бастапқы видеоларды көріңіздер. Біз бордағы каналымыз. Және де осындай бір кішігірім ауылымыздың обзорын түсіре кетейін деп сіздерге. Расында да әр азамат өз ауылын көтерсе, өз ауыл үшін жұмыс істесе, әр ауыл бүйтіп қаңырап қалмас еді. Сондықтан Алла амандығын берсе, болашақта Алланың қалауымен бұл ауылды көтерсем деген ойым бар. Шамамыз келгенше. Дубайдың шейхтарынан қай жеріміз кем? Анау пустыняға апарды да қала салды. Мына жер қандай природасы, ауасы тамаша жер. Асфальт жатыр, асфальт өтеді. Сондықтан Алла тағала осы ауылды бізге көтеруімізді нәсіп етсін. Әр азамат өз ауылын көтерсін. Ауылымыздың кішігірім видео көрінісін сіздерге түсіре кетейін деп. Міне қандай керемет. Мынау көріп отқандарыңыз енді тау тас қой міне. Міне тау ғой, көрдіңіздер ма? Сол таудың төбесінде тал орналасқан. Бұл 5 ағаш деген тал. 5 тал өсіп тұр сол жерде.
Неткен керемет дүние, бір жерде бар, бір жерде жоқ. Именно осы талдар ғана бар да, басқасы жоқ. Көрген шығарсыздар. Басқа тал көрініп тұрған жоқ. Алла қаласа iPhone сатып алу керек. iPhone қанша еткенмен кішігірім передавать етеді, нормальный. А мына нашар телефондар дұрыс көріністі сіздерге көрсете алмайды. Көріп жатқандарыңызға рахмет. Алла разы болсын. Каналға тіркеліп, лүпіл басып, подписаться етіңіздер. Қолдап, әрдайым қолдаңыздар. Осындай тамаша видеолар шығуына үлес қоссаңыздар, сіздер қолдасаңыздар, видео шығара береміз. Жақсы комментарий жазыңыздар. Ассаламағалейкум, құрметті менің көрермендерім.